Бәріңе сәлем достар, сендермен Мәке ТВ арнасы және де оның жүргізушісі Мирас Қалдыхан. Бүгінгі видеода мен сендерге осы ноутбук немесе компьютерлеріңізді қалай тезірек қосылуына себепкер болуыңызды көрсетемін. Қалай тезірек қосылуға болатын көрсетемін. Негізінде әрбір компьютер мен ноутбукқа әртүрлі приложениялар жазған кезде, ол приложениялар көбінесе өздерін автозагрузкаға қойып қояды. Яғни компьютеріңіз өшіріп қосқан кезде, сол приложениялар компьютер қосылған кезде бірге қосылатын болады. Ол негізінен компьютерге онша керек емес. Себебі сіз ол приложенияларды негізінде компьютер қосылған кезде қолданбайсыз. Сондықтан ол приложенияларды автозагрузкадан алып тастаған дұрыс. Сондықтан мен сіздерге соны қалай алып тастауды жолын көрсетемін. Әрбір операциондық жүйеге байланысты менде Windows 10, Windows 10-да поискқа автозагрузка десеңіздер, осындай окно шығады. Осы жерден сіздердің бүкіл приложенияларыңыз шығады. Олар автозагрузкаға қоюға болатын. Солардың ішінен өздеріңізге керектерін ғана қалдырып, қалған бәрін өшіріп тастаған дұрыс. Ең дұрысында ол антивирусты ғана қалдыру керек, қалған бәрін алып тастау керек. Менде мысалы Windows-ның антивирусы бөлек Avira деген антивирус тұр. Қалған бәрін алып тастағам. Осылардың бәрі қосылып тұратын болса, оны компьютер солардың бәрін қосылғанша күтіп отырады. Сондықтан көп уақыт кетіп қалады компьютердің қосылғанына. Екінші способ ол Windows 7, Windows 8-дерге арналған. Осы жерде пускты басқан кезде оларда поиск деген бар. Сол жерге панель управления деп жазсаңыздар шығады. Программы дегенді басасыздар. Осы жерде автозагрузка деген категориясы болу керек. Сол жерде жаңа дегендей автозагрузкадан алып тастасаңыздар болады. Немесе болмай жатса CC Cleaner деген бөлек приложенияны тартып, ол приложенияға ссылканы описанияда қалдырамын. Міне CC Cleaner деген приложение енді қосылмай жатқан қазір. Сол приложенияны тартып, осы жерден өшірсеңіздер болады. Осы жерден кіргеннен кейін инструменты деген басамыз, сол жерде запуск деген басамыз. Осы жерде Windows деген категорияны таңдап, бүкіл сізде қосылуға болатын автозагрузкадағы приложенияларды көрсетеді. Менде екі-ақ приложение тұр. Егер де мұнан бәрі қосылып тұратын болса, менде Windows қосылған кезде компьютер немесе ноутбук осы приложение бәрі бірге қосылатын еді. Сондықтан сол бәрі қосылатын болса, сіздің компьютеріңіз ұзақ қосылатын болады. Ал осылардың бәрін алып тастап, тек қана керектерін қалдырсаңыздар, барынша компьютер тез қосылатын болады. Сондықтан менің көрсетейін дегенім осы. Ұнаған болса, лайктарыңызды аямай басыңыздар. Комментарияға кімде қандай өзгеріс бар, соны комментарияға жазып кетіңіздер. Көргендеріңіз үшін рахмет, сау болыңыздар.